Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай красный бархат тортын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бір күн бұрын кремге қажетті шоколадымызды дайындап алдым. Ол үшін ыстық сливкиге ақ шоколадты салып, осылай блендермен езіп, бетін пищевой пленкамен жауып, бір күнге холодильникке қойып қоямыз. Одан кейін бисквитін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бөлме температурасында ерітілген осындай сары май, оған құмшекерімізді салып, екеуін әппақ болғанша жақсылап араластырамыз. Қажетті заттардың барлығын описанияға жазатын боламын. Осы дайын болған массаға жұмыртқамызды кезек-кезек сала отырып, миксерлейміз. Әппақ әдемі көбік болуы қажет. Массамыз дайын болды. Алдын ала араластырып алған ұн, какао және де разрыхлитель, аздап пищевой сода және де тұзды барлығын осы массамызға салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң айранымызды құямыз. Айран 2,5 немесе 3,5% болғаны жақсы. Ұнымыздың қалған бөлігін тағы да салып араластырамыз. Содан соң иіссіз күнбағыс майын құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Енді 2 ас қасық бояуымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Бір түсті қызыл масса пайда болуы қажет. Міне осылай қып-қызыл мақпалдай болып, бисквитіміз дайын болды. Енді осы бисквитімізді жүрекшелі ыдысқа шет-шетін күнбағыс майымен майлап, 2 бөліп құйып, пісіріп алатын боламыз. Егер бұндай форма болмаса, қағазға жүрекшенің формасын сызып алып, сол бойынша бисквитті кесіп алып жасасаңыздар да болады. Және де осы бисквитімізді 180 градуста духовкада 30 минуттай пісіріп аламыз. Піскен-піспегендігін шпажкидің көмегімен тексеріп, беті аздап осылай бөлініп, осы бисквитімізді ортасынан 2-ге теңдей етіп бөлеміз. Біздің кешегі жасап қойған шоколадты креміміз дайын, әдемі болып өз формасын ұстаған. Енді соны бірінші салып ыдысқа, одан кейін творожный сырымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Одан кейін қоюлығы 8,5%-ді сгущенканы салып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Осындай өз формасын жақсы ұстайтын крем шықты. Дәмі деген өте керемет бұл кремнің. Енді осыны кондитерлі мешокқа салып, тортымызды әсемдеуге кірісеміз. Енді торттың арасына кремімізді тамшы секілді етіп, осылай барлығын орналастырып шығатын боламыз. Бұлай жасайтын себебіміз, тортымыздың сыртын біз креммен қаптамаймыз, және де торт сырт көзге әдемі көрінуі үшін сырттан осылай жасаймыз. Мен бұл тортты өзімнің туған күніме жасадым, және де сіздермен де рецептісін бөлісуді шештім. Дәмін көрдік, өте дәмді, бізге қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Алда әлде өте тәтті, дәмді, қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Енді тортымыздың ең бетін менде осындай арахисті хлопиялар бар, солармен әсемдеп шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген грек жаңғағы болсын, басқа да жаңғақтармен әсемдесеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын.